Қазіргі қарастыратын тақырыбымыз электромагниттік индукция заңы және Фарадей заңы. Магнит өрісінің электр тогын тудыру құбылысын электромагниттік индукция деп атаймыз. Суретте қарап тұратын болсақ, мұнда магнит берілген. Егер магнитті катушкаға жақындатсақ, өткізгіште ток пайда болады. Яғни амперметрдің оңға немесе солға қозғалғандығын байқаймыз. Бұл жердегі тоқты индукциялық ток деп атаймыз. Енді осы индукциялық ток жайлы Фарадейдің қорытындысына келейік. Фарадей бірінші, индукциялық ток ылғида контурды қиып өтетін, магнит ағыны өзгерген кезде пайда болады деп айтты. Екінші, индукция тогының мөлшері магнит индукциясының ағынын өзгерту тәсіліне тәуелді болмайды. Ол тек қана магнит ағынының өзгеру жылдамдығына тәуелді болады дейді. Яғни магнит қаншалықты жылдам кіріп шығатын болса, мынау катушканың ішіне жылдам енетін болса, немесе жылдам шығатын болса, онда ток соншалықты күшті болады. Яғни жылдамдыққа тікелей тәуелді екен. Сондықтан электромагниттік индукция құбылысы кезінде электр қозғаушы күшті магнит ағынының уақыт бойынша өзгерісін сипаттайтын етіп келесідей теңдеп аламыз. Электр қозғаушы күш магнит ағынының өзгерісі бөлінген уақыттың өзгерісі. Мұндағы Е эпсилон электр қозғаушы күш, өлшем бірлігі вольт. Электр қозғаушы күш немесе ЕқК дейміз. Электр қозғаушы күш деп атаймыз. Ф магнит ағыны дегеніміз ол соңғы магнит ағынынан алуымыз қажет бастапқы магнит ағынын. Өлшем бірлігі вебер. Дельтаты уақыт болғандықтан өлшем бірлігі оның уақыттың өзгерісі, немесе оны секунд деп жаза саламыз. Ары қарай, егер катушкамыз бірнеше орамнан тұратын болса, мысалы үшін n орамнан тұратын болса, онда электр қозғаушы күшті n көбейтілген дельта F бөлінген дельта T деген теңдеумен де шығара аламыз. Себебі біз магнит әрбір катушкада болған электр қозғаушы күшін n-ға көбейтетін болсақ, сол жердегі жалпы электр қозғаушы күші шығады. Келесі осы өтілген тақырыпқа байланысты тапсырмаларды қарастырып көрейік. Бірінші, контурдан өтетін магнит ағыны 0,36 вебер. Контурдың электр қозғаушы күші 0,75 вольт болуы үшін қанша уақыт қажет? Электр қозғаушы күштің формуласын жазамыз. Электр қозғаушы күш магнит ағынының өзгерісі бөлінген уақытқа. Енді осы жерден біз уақытты табатын болсақ, онда магнит ағынының өзгерісі бөлінген электр қозғаушы күш болады. Тең 0,36 веберді бөлуіміз қажет 0,175 вольтке. 0,48 секунд шығады. 148 секунд шығады. Екінші тапсырма. Көлденең қимасының ауданы 60 см квадрат, контурдан өтетін магнит ағыны 0,3 милли вебер. Индукция сызықтары нормальға 60 градус бұрыш жасай орналасқан кездегі магнит индукциясы векторын анықтаңыз. Магнит ағынын теңдеуін жазамыз. Магнит ағынын теңдеуі Vs косинус альфа. Осы жерден біз магнит индукциясының векторын табамыз. Магнит индукциясының векторын тапсақ, Fs көбейтілген косинус альфа тең F 0,3 көбейтілген 10⁻³ дәрежесі милливебер болғандықтан 60 көбейтілген 10⁻⁴ дәрежесі және косинустың 60 градустағы мәнін қоямыз. Тең есептейтін болсақ, 1 көбейтілген 10⁻⁴ дәрежесі Тесла немесе 0,1 Тесла деген жауап аламыз. Ары қарай. Үшінші тапсырма. 5 миллисекунд ішінде контурдан өтетін магнит ағыны 9 милливебердан 4 милливеберге дейін төмендеді. Магнит ағынының өзгеру жылдамдығын анықтаңыз. Магнит ағынының өзгеру жылдамдығы дегеніміз магнит ағынының өзгерісінің уақытқа қатынасы. Яғни біз осы шаманы табуымыз керек. Енді магнит ағынының өзгерісі дегеніміз ол магнит ағынының 2-ден соңғыдан магнит ағынының бастапқысын аламыз. Бөлеміз уақыттың өзгерісіне. Уақытымыз 5 миллисекунд, 5 көбейтілген 10⁻³ дәрежесі секунд болады. Магнит ағыны
соңғысы 4 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесінен алуымыз керек 9 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесін. Тең есептейтін болсақ, бізде минус 1 вебер бөлінген секунд деген жауап аламыз. Мұндағы сонда дельта бөлінген дельта т дегеніміз магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы, яғни жылдамдық, бұл механикадағы жылдамдық емес, әрине, бірақ магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы деп айта аламыз. Ал мұндағы жауабымыздың біздің минус шыққандығы магнит ағынның азайып жатқандығын білдіреді.